Балалар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Балалар, бүгін мен сендермен қызықты тәжірибе жасағым келіп отыр. Яғни лимонның бізге қандай пайдасы бар? Біз ауырған кезінде шайға батырып ішуге болады. Дұрыс айтасың, яғни қыс мезгілінде тұмау болған кезде біз лимонды шайға салып ішсек, біздер ауруымыздан айығамыз. Лимонда дәрумендер өте көп балалар. Денеге шыққан араны лимонның сырымен кетіруге болады. Сырымен сүртуге болады екен. Тағы да қандай пайдасы бар? Лимонмен тамағын шайламыз. Дұрыс айтасың, лимонмен тамақты шайға болады екен. Лимонда С дәрумені бар. Лимон көп ағашта өседі. Яғни лимон қайда өседі? Көп ағашта. Ағашта өседі. Енді балалар, мен сендермен бүгін осы лимонды пайдалана отырып көптеген тәжірибелер жасағым келіп отыр. Олай болса, сендердің алдыңызда бос ыдыс тұр. Сол бос ыдысқа мына лимонның аламыз да, лимонды бос ыдысқа сығу арқылы шырынын аламыз. Кәне, бір лимондан аламыз. Шырынын шығарып аламыз. Мына жерде балалар бізге ас содасы берілген. Осы ас соданы қасықтың ішінен алып саламыз. Қандай өзгеріс пайда болды? Өзгеріс болды ма? Амина, қандай өзгеріс болды? Көпір. Қадиша, қандай өзгеріс пайда болды? Көпіршіді. Яғни біздің лимонымыз бен ас содамызды қосқан кезде көпіршік пайда болды. Жарайсыңдар. Енді екінші тәжірибемізді жасау үшін балалар бізге су қажет. Қане, бірінші тәжірибе сендерге ұнады ма балалар? Иә. Олай болса, екінші тәжірибемізді жасау үшін балалар, жаңа біздер айттық, лимонды қыс мезгілінде тұмау болған кезде ішеміз дедік. Ал мен сендерге стакандарға су құйып беремін. Қане, шайды саламыз қазір. Өзіміздің стаканымызға шайды саламыз. Яғни біз стаканға шай дайындаймыз. Шайымыздың түсі қандай болды балалар? Қоңыр түсті болды. Енді осы шайымызға лимон салып көріңізші. Қандай иіс бар? Қышқыл иіс бар. Сендерге ұнады ма бұл тәжірибе? Иә. Олай болса балалар, сендермен үшінші тәжірибе жасағым келіп отыр. Үшінші тәжірибеміз мына бос ыдысқа су құямыз. Және де одан кейін мына бос ыдысқа лимонымызды шырынын шығарып аламыз. Одан кейін қасықпен сол шырынды құямыз ыдысқа. Мына жердегі алған шырындымызды қасық арқылы құямыз. Және алдын ала дайындап қойған шарды ішінде ас содасы бар. Соны кигізу арқылы біздер шардың үрілгенін көруіміз керек. Лимонды аламыз. Яғни лимонды аламыз. Бос ыдысқа лимонды шырынын шығарып аламыз. Мен сендерге ыдысқа суларымды құйып беремін. Сендер қасықпен алған шырыныңызды құясыңдар. Қасықпен суға құямыз. Барлығын құямыз. Қадиша құйып болды. Енді мына шардың ішінде мен сендерге алдын ала ас содасын салып қойдым. Осы ас соданы сендерге енді шарлардың бос ыдыстарыңызға кигізіп беремін. Сендер осы шарды көтеру арқылы қазір бірге істейміз. Сол кезде біздің шарымыз үрілу қажет. Соңғы тәжірибеміз, кәне балалар, бәріміз бірге ас содамызды қазір салатын боламыз. Ас содамызды ыдысқа саламыз. Кәне бірге. Шарымыз не істеді балалар? Үрілді. Бұл тәжірибе сендерге ұнады ма? Иә. Шарымыз не істеді балалар? Үрілді. Яғни сендерге үшінші тәжірибе ұнады ма? Иә. Яғни біздер бұл шарды үру үшін ішіне қандай қоспаларды салдық? Лимон шырынын және не салдық? Ас содасын салдық және не құйдық? Су құйдық. Үшеуін араластырған кезде біздің шарымыз үрленді. Яғни біздер шарды тәжірибе жасау арқылы біздер ас содасымен және лимон шырынымен үруге болатынын көрдік.